Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Гүлфия Ерболқызы, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнеде өте дәмді, үлпілдек, жұмсақ пирожки дайындаймыз. Бұл пирожкиді біз 2 салмамен дайындаймыз, яғни 40 қабатпен және картоппен. Міндетті түрде ойланбастан менімен бірге дайындап көріңіздер. Мен тек тексерілген рецепттермен ғана бөлісемін. Және де жақындарыңызға WhatsApp арқылы осы рецепт жіберсеңіздер болады, және лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мені бейнеде көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ал енді бастайық. Алдымен жылы суға біз деген дрожжи саламыз, қант және ұн салып, онда кішкене ғана саламыз. Осы рецептке қажетті барлық заттарды осы бейнен төменгі жағына қалдырамын. Мені барлығын араластырамыз. Су, қант, ұн, дрожжи және 10 минутқа қалдырамыз. Мені 10 минутта осылай көтеріледі. Содан кейін ұнды електен өткізіп ыдысқа саласыздар. Тағы да жылы су аламыз. Жылы суға тұз қосып, жақсылап араластырамын. Содан кейін сүйік-май қосамын жылы суға. Мен өте көп пирожки дайындаймын. Сіздер енді рецептке қарап, өздеріңізге жеткілікті қажетті мөлшерде дайындайсыздар. Ұнға жаңағы бізде ең бірінші көтерілген жаңағы суды, дрожжиді құямыз. Содан кейін жылы суды, тұзды жылы суды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Басында силиконды қасықпен жақсылап араластырып, содан кейін қамырды елеймін. Қамыр өте жұмсақ болып шығу керек. Қатты қылып елеп қоймаңыздар, өте жұмсақ болады, және жылы жерге қойып қоясыздар. 1 сағат болмай көтеріледі. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз алдым. Пиязды орташа етіп тураймыз, себебі біз пиязды қуырамыз, ол қуырылып кетеді. Қатты ұсақтаудың да қажеттілігі жоқ. 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Пияз көбірек болса, салмасы да өте дәмді болады. Мен енді бұл пиязды 2 салмаға бөліп салатын боламын. Мені пияз дайын, шетке аламын. Енді 40 қабатты соқтап турайым. Тазалап қойдым. Артық жерлерін алып тастадым 40 қабатын. Қабат сақтап тураймын. Содан кейін ыдысқа салып, шетке алып қоямыз. Енді бұл қуырылған кезде 40 қабат азаяды, сондықтан көбірек турасаңыздар болады. Содан сәбізді күштен өткіземіз. Сақтап. Сәбізді ұнатпасаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады, бірақ маған ұнағандықтан 40 қабатқа қосатын боламын. Сәбізде дайын. Екінші салмасы бізде картоп тұзды суға пісіріп аласыздар. Содан кейін езесіздер. Енді пиязды ұсақтап, турағаннан кейін жақсылап қуырып аламыз. Қызарғанша жоғарғы отта қуырасыздар. Менде пияз дайын. Енді осы пияздың жартысын мен яғни 40 қабатпен дайындалатын салмаға қосам, ал жартысын картопқа қалдыратын боламын. Содан кейін осы пияздың үстіне 40 қабат сәбізді саламыз, жақсылап араластырамыз. Бастапқы кезде ортаңғы отта араластырып аласыздар барлығын. Содан кейін су құясыздар, кішкене су құю қажет. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Мен қара бұрыш қостым. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуішті қоссаңыздар болады дәміне қарай. Жақсылап тағы да араластырамыз. Содан ең төменгі отта пісіреміз. 10 минуттай, 5-10 минуттай. Енді екінші салма бізде картопты езіп алдым жақсылап. Қуырылған пиязды, тұз, бұрышты қостым дәміне қарай, және жақсылап араластырамыз. Бұл салма бізде толығымен дайын. Қамыр көтерілді 40 минуттың ішінде. 1 рет басып қойған болатынбыз. Мен екінші рет тағы да басып жатырмыз. Қамыр өте жұмсақ. Тура осы рецептпен сіздер пигоди, шелпек, бауырсақ дайындасаңыздар болады. Өте тез көтеріледі және жұмсақ болып, үлпілдек болып шығады ғой. Мен енді біз қазір дастарханды осы сүйік-маймен жағып шығамын. Егер ұн болса, ұнды да сеуіп шықсаңыздар болады, сүйік-майды емес. Біз сүйік-майды осылай жағып шығамыз. Қамырды қойған кезде жабысып қалмас үшін. Қолымызды майлап, мені қамырды шетінен алатын боламыз. Қамыр өте жұмсақ. Сол үшін қолға жабысады. Сондықтан ұн немесе сүйік-маймен осылай дайындап аласыздар. Шетінен осылай аласыздар ғой.
барлық қамырды қойғаннан кейін дастарханға 10 минутқа тиіспей қойып қоясыздар, кішкене көтерілу керек. Салмасы да дайын. Енді мына жерде ең бірінші картоптың салмасын салып шығамыз. Бұл жерде біз пирожкидің әр қамырын жұқалап жаймаймыз оқтаумен. Осылай тұрады, үстіне салмасын саламыз. Содан кейін бейнеде көрсетілгендей пирожки дайындаймыз. Міне. Тура бейнеде көрсетілгендей дайындасаңыздар жеткілікті. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан өте жақсы жабысады. Ішіндегі салмасы сыртқа шығып кетпейді. Осы пирожкиді 10 минутқа қалдырасыздар, тағы да кішкене көтерілу қажет. Табаға сұйық май құясыздар және ортаңғы отты қосып қоясыздар, жақсылап тұрып, осы қызуы қажет. Сұйық май, сол кезде пирожкиларыңыз өте жақсы піседі. Ортаңғы отта пісіреміз. Міне, майға салғаннан кейін пирожкидің бір жағы қызарып толық піскеннен кейін екінші бетіне аударасыздар. Және де табаға біз салфетка қойып қойдық, сол салфетканың үстіне қоямыз. Яғни салфеткаға май сіңеді. Енді тағы да мына қырыққабаттың салмасын салып шығамыз қамырға. Қамырды оқтаумен жұқа етіп жаймаймыз. Осылай тек үстін ғана басып, әр қамырдың салмасын саламыз. Қамыр өте жұмсақ, тез жабысады. Бейнеде көрсетілгенде осылай пирожки жасайсыздар. Қамырды жабыстырған кезде де бірден жабысып қалады. Тағы да 5-10 минутқа қалдырасыздар пирожкиді. Тағы да көтерілу қажет. Тек содан кейін ғана табаға пісіретін боласыздар. 5-7-8 минутты ғана алады. Пісіру процесі өте тез піседі. Ортаңғы отта пісіреміз. Жоғарғы отта пісірмеңіздер, күйіп кетеді. Ортаңғы отта толығымен жақсы пісетін болады. Пирожки дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жасасаңыздар комментарийда бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Қараңыздар, қандай жұмсақ, бірнеше күн жұмсақ болып тұра береді. Міне 40 қабатпен және картоппен осындай дәмді пирожки болып шықты.